баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Мен бүгін сіздерге королевский үйлерден кемпірқосақ құрағын құрауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге 6-да 6 болатын құрақ көзі қажет болады. Міне 6, бұлай 6. Және бізге 4 см болатын 8 түрлі мата жолақтары қажет болады. Сіздер қалаған түспен өздеріңіз таңдай аласыздар. Мен мына түстерді таңдадым. Көк, ақ, жасыл, сары, сері, аспан көк, қызыл, бежевый. Менімен бірге құрауларыңызға болады. Міне біз көк түсімізді бастадық тігіп королевский үйлерден. Міндетті түрде құрақтың басында, аяғында закрепка бересіздер. Міне көгіміз осындай болды, енді ақты тігеміз. Именно ол құрақтан мынаған тікпейсің, мына былайырақ бір бұрышынан тіге бересің. Немен құсап құрай беріңіздер, қарай отырып.
Міне құрақтың арты осындай болып шықты. Міне алды. Міне мынандай кемпірқосақ құрағы. Үйреніп алыңыздар.